Ассалаумағалейкум, Шежіре медиа каналының көрермендері, тұрақты көрермендері. Біз осы Шежіре медиа каналының ең бастапқы подкастында «Құлпытастар сөйлейді» деген тақырыпта әңгіме өріп өткен болатынбыз. Бүгін соның екінші версиясы, екінші нұсқасы. Неге десеңіздер, ең бірінші басында Мұратбек ағамызбен бастадық. Енді бүгін толықтырып, кішкене бір ауқымдырақ болсын деген мақсатта құлпытастарды сөйлетеміз деген мақсатта бүгін Оралымызға белгілі, өзіміздің елімізге белгілі өлкетанушы, журналист Қазбек Құттымұратұлы ағамызды шақырдық. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Және де бүгінгі өзіміздің арнайы қалай Шежіре медиа каналының өзінің бір мүшесі Мұратбек ағамыз, Мұратбек Қажы Кәсіпбекұлы, Асан мешітінің бас имамы, өлкетанушы. Қош келдіңіздер ағалар. Енді талай бірнеше қызметтес болдыңыздар, талай ел көріп, жер көріп, аудан аралап, құлпытастарды былай ақтарып, өзіміздің жергілікті кәдімгі, қалай қазақта жақсы сөз бар, толған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады дейді. Енді тасқа жазылған тарихты журнал бетіне шығарып, елге таратып жүрген сіздер, Алла разылығында болыңыздар. Енді Қазбек аға, өзіңіздің жұмыс бастауыңыздан бастайық. Ең бірінші, өзіңіз қалай келдіңіз осы салаға, және де осы салада әлде жалғастырушылар бола ма, бар ма, сондай қалай бастадыңыз деген сияқты? Жалпы мына араб жазуы, төте жазуы әуелден бір қызығушылық болып еді бізде. Содан кейін осы 2000 жылдардың ортасынан 2007 жылдары осы құлпытастарды қарай бастадық. Негізі ең әуелі барған ескі қорым мынау Ақжайық ауданындағы Тайлан қорымы, ол жерде Наушабада жатыр, Байбақтың. Одан кейін мына Әлжансудың қасындағы көне қорым, ол жерде Ақберлі Байбақтылар жатыр. Әлжан Есіркемешұлы деген тарихи тұлға, сардар болған кісі. Сол кісінің бір ерекше құлпытасы бар. Соларды қарағанбыз кезінде. Кейін енді 2012 жылдан бастап біз мына Жайық пресс медиа холдингінің жанынан мен сол мекемеде қызмет етіп жатырмын. Біз Дана Газ деген журнал шығардық, тарихи танымдық журнал. Ол мына сол кезде Жайық прессті басқарған Жантас Сафулин деген азаматтың қолдауымен, сол кісінің бастамасымен шықты. Біз сол журналдың алғашқы нөмірінен бастап біз құлпытастарын ашайық деген айдар ашқанбыз. Тұрақты айдар. Ол сол журнал жабылғанша жұмыс істейді ол рубрика. Яғни енді әр нөмір сайын біз бірнеше құлпытасты суретімен, аудармасымен, ол тұлғаның тарихымен беріп отырдық. Мына жерде бір-екі нөмірді ала келгенмін. Осының бәрі мына құлпытастардың жалпы халық қызығушылығын тудырды деп ойлаймын. Енді жалпы ол біз бастаған нәрсе емес қой, енді ол өзінің ата-бабамыздан келе жатқан жазу, оны бұрынғы ескі қариялардың көбі білген. Мысалы, Ордада Сәрсенбай деген атамыз болды, Елсайын Меркенбаев деген ағамыз болды, араб жазуын оқитын. Енді мына жанымда тұрған Қажекең де сол кездері өз бетімен мынау бөкейліктің құлпытастарын оқи бастаған. Сөйтіп бізге негізі біздің осы жұмысымызға өте бір үлкен қолдау көрсеткен, жаңа деңгейге көтерген ол мына Алматы қаласындағы Шығыстану институты. Сол Шығыстану институтының сол кездегі арабтанушы ғалымдары профессор Әшірбек Құрбанұлы Мөменов деген ағамыз болды. Айтжан Шеймерденқызы Нұрманова деген шығыстанушы, Дина Есіркепқызы Медерова, Бағдат Дүйсенов деген бұл кісілер үлкен ғалымдар. Олар кәдімгі араб, парсы тілдерін, шығыс тілдерін жетік меңгерген. Жаңағы Әшірбек ағамыз бүкіл әлемдік деңгейдегі ғалым деп айтуға болады. Әлемдік деңгейдегі ғалым. Сол кезде Шығыстану институтында жұмыс істеп жүрді. Бұлар ең бірінші мына Қазақстан батыс өлкесіндегі әулиелі қорымдарды зерттеуге келді 2012 жылы. Сол кезде біз журнал шығарып,
алғаш жаңа рубриканы шығарып құлпытастарға жаңа кірісіп жатқанбыз. Әшірбек ағай оны көріп қатты қуанды және айтты, біз мына батыс Қазақстан облысында дәл мынандай құлпытастың көп екенін, бай екенін білмейтін едік. Біз Маңғыстауда, жұрттың көбі Маңғыстауда айтады, жаңа ескерткіштер көп сақталған жерде. Бірақ мына батыс Қазақстан облысы одан кем түспейді екен. Біз бұны зерттеуіміз керек деп, сол жылы бұл кісілер үлкен жоба жасады. Ол республиканың ғылым және білім министрлігі қолдап 3 жылдық жоба бекітіліп, 2013-2015 жылдардың арасында осы батыс Қазақстан өңіріндегі араб жазулы көне қорымдарды зерттеу басталды. Бұл жүйелі зерттелді сол кезде. Біз осы Мұратбек қажы бар, кім Айболат Құрымбаев деген өлкетанушы азамат бар, Жантас Сафиоллаұлы бар, одан кейін тарихшы Жәнібек Исмурзин біздің облыстан кірді. Бізге және Гүлмару Самиғұллақызы, Ордада Хан Ордасы музейінің директорының орынбасары, қазір шығыстанушы, арабтанушы мықты маман, ол кісі де сол кісі көмектесті. Сөйтіп біз осы батыс Қазақстан облысындағы араб жазулы көне қорымдарды осы 3 жылдың ішінде барынша зерттелді. Соның ішінде 3 қорымды кәдімгі басына жатып түгел толық зерттелді деп айтуға болады. Ол Ордада хан зираты, Жәңгір хан жерленген. Содан кейін мынау Теректі ауданы Шағатай ауылдық округінің Қызылжар деген бөлімшесінде жатқан, ол да хан зираты деп аталады. Ол кіші жүздің ханы болған Жантөре хан Айшуақұлы, сол кісі жатқан хан зираты. Оны да біз бастан аяқ 200-ге жақын құлпытас болды ол жерде. Ордада хан зиратында 600-ге жақын құлпытас шықты. Одан кейін мына Ақжайық ауданы Базартөбе ауылдық округіндегі Мәулімберді көне қорымын зерттедік. Ол жерде 2-3 қорым қатар жатыр. Соны түгел зерттедік. Ол жерде де өте Әшірбек ағаның сөзбен айтсам, ол заманында мына төңкерістен бұрын Мәулімберді деген жерде қазіргі тілмен айтқанда университет дәрежесіндегі ислам оқу орталығы болған. Ол қай жерде дедіңіз? Мәулімберді Базартөбеде. Қарауыл төбе жағында да? Қарауыл төбенің ар жағы. Ол деген Қалқаман Тана руына жататын кісілер негізінен үлкен медресе болған, жан-жақтан келіп оқыған. Біз ол жерге Әшірбек ағадан бұрында барып көргенбіз. Ана оқи алмай қойып едік. Себебі оны кейін жаңағы Әшірбек ағалар келгеннен кейін қарап қатты таң қалды. Мынау бірде бір қазақша сөз жоқ, таза араб тілінде өте сауатты жазылған, кәдімгі ғылыми деңгейде жазылған. Және ол жерде бірнеше қажы, ақун, шейх, дамолла, сондай үлкен атағы бар адамдар жатқанын анықталды ғой кейін зерттеген кезде. Осындай үлкен жұмыстар жасалды. Осы жақында жаңағы Мәулімберді қорымы демекші, жаңағы соның ұрпақтарының асты дастархандас болдық. Сонда Мәулімбердінің үлкен атасы екен да, Меккеде жерленген бе? Иә, өзі Мекке Мединада жерленген. Сол жақтан қайтып келмеген ескерткіш қойып қойған. Немересі осы жақында дүниеден озды. Ол 87 ме, 91 деген жасында. Осы ораза айында. Сонда әр жыл сайын ораза Рамазан айы шығып бара жатқанда жылайды дейді ғой. Жаңағы жылайды дейді, мені алмады Құдай. Қажығали емес пе ауылы да? Қажығали құрылғыжарын айда тұрады. Үлкен кісі, соның жаназасында болды. Апай ма? Иә, үлкен қайтты ма апай? Иә, қайтты. Сонда әр не сайын Рамазан айы біткен сайын жылайды дейді, жылап мені осы Құдай мені осы жол тағы алмады. Сонда мына осы Рамазан айының 10-сы біте келгенде тағы жылап дейді. Сонда 29 күн болды ол деген. 29-шы күні дүниеден озды. Тілегі қалды. Ол Мәулімбердінің әңгімесі өте көп негізі. Ол үлкен мектеп болған, медресе болған, ол кәдімгі мына Шымкентадан келіп оқыған, бірнеше нелері бар. Ол жерде Мәулімберді Хазіреттің өзі
жаңағы бірнеше рет қажылыққа барған, соңғы барған сапарында сол жақта қалған. Кейін жаңағы оның ұрпақтары мына Қажығали Мәуленбердиев деген кісі сол кейін орында қалып мешіт ұстаған. Бұл 16-шы жылы мынау бірінші не соғысқа қазақтарды алды ғой қара жұмысқа. Сол кезде халық көтерілді ғой. 16-шы жылғы оқиға июнь жарлығына қарсы. Соның көсемдерінің бірі болған ол кісі. Түрмеге қамалған. Кейін 17-ші жылы Орынборда жалпы қазақ съезі деген болып, бүкіл қазақтар жиналып, Әлихан Бөкейхан бастаған. Соның делегаты ол кісі. Мәскеуде өткен бүкіл ресейлік мұсылмандар съезінің делегаты ол кісі. Қажығали. Бірақ енді біз неден қайтыс болғанын білмедік. Сол 21-ші жылы, 19-ші жылы қайтыс болған. 19-ші жылы аяқ астынан қайтыс болған. Құлпытасы бар, құлпытасы таза араб. Есінде жазуында өте ерекше құлпытас. Оны жаңағы Әшірбек ағалар Астанаға оқып шықты. Кейін ұрпақтарын совет үкіметі қудалаған, тоз-тоз қылған. Бірақ бұлар бәрібір жаңағы болат пышақ қап түбінде жатпайды дейді ғой. Анау Байшеркешев Мұстафа деген кісі кейін журналистикада қызмет еткен, халық мұғалім болған. Бір қызық айтайын, қазір бізде мына Махамбет атындағы университетті басқарып отқан ректор Нұрлан Серғали. Сол Мәуленбердінің ұрпағы. Ғалымнан ғалым туыпты. Ал енді жалпы сіз араб тілі дедіңіз ғой да, мысалы араб тілі дедіңіз де, кейбір жерлерде мысалы үлкен кісілер айтып отырады. Араб тілі деп айтпау ол деген шағатай тілі. Араб жазуы деп айтпау, ол төте жазуы деп. Соны қалай ажыратады? Жалпы ғылымда мына біз құлпытастардан оқып жүрген жазуды түркі жазуы деп айтады. Бұл қазақтың өзінің жазуы. Мынау алтын ордадан бері келе жатқан жазу. Оны жаңағы шағатай жазуы деп те айтады. Сәл әр жер өңірге байланысты сәл бір айырмашылығы бар. Бірақ негізі бір жазу. Және оны бір қызығы мына түркі халықтарын барлығы оқи береді. Өз тілінде оқи береді. Татарлар татарша оқиды, өзбектер өзбекше оқиды, қазақтар қазақша оқи береміз. Ол жазба тіл деп айтуға болады. Кеңсе тілі деп айтуға болады. Бұл қадимше деп те айтады оны, ескі жазу. Бұл солай келеді де, кейін мына Ахмет Байтұрсынұлы бұл тілге реформа жасаған. Ахмет Байтұрсынұлы мына 13-ші жылдан бастап қазақ газетін шығарды ғой. Сол кезден бастап қалыптасып төте жазу. Сол кезде мына қазақтың өзінің қалай сөйленеді, солай жазу керек деп ол кісі жазуды, жаңағы түркі жазуын қазақтың сөйлеу тіліне ыңғайластырған. Оны біз төте жазу дейміз. Ол 13-ші жылдан бері қарай қалыптасқан. Қазақтың өзінің төл дыбыстары. Ал мына мысалы біз Махамбеттің хаты бар сақталғанда, жаңағыдай ісін оқиын қарасаңыз, жаңағы Хұрматлу, Ғизатлу бірдеңеден басталады. Ол сол жаңағы түркі жазуы жазылып тұр. Ол кеңсе тілінде жазылып тұр. Ол мына біз мына қазір ресейдің архивтерінде сақталған біздің ескі жазу құжаттарымыз, архив құжаттары барлығы сол жазуда. Бұл шағатай жазуы деп те айтады, бірақ тұрғысында мен Әшірбек ағадан сұрадым, тұрғысында қалай айтады деп. Ол түркі жазуы деп айту керек дейді. Көне түркі жазуы деп айту керек. Түркі жазуы. Енді жаңағы төте жазу деп 13-ші жылдан бері қарай айтамыз. 29-ға дейін келді. Ол мына Қытай қазақтары күні кешеге дейін, әлі күнге дейін пайдаланды мектептерінде. Бірақ Қазақстанда 29-ші жылы латынға ауысты. 41-ші жылы неге кириллицаға көшіп кетті. Сөйтіп бұл жазу жаңағы оқылмай қалды. Бірақ мына тарихшылар университеттерде бұны оқиды, арнайы маманданады. Себебі архив құжаттарын, көне құжаттарды
оқып түсіну үшін оны білу керек міндетті. Мысалы Мұратбек аға бірінші түсірілімде айтып өтті, жаңағы Бақтықожа Ізмұхамбетұлымен жаңағы бірге ордағы Жәңгір ханның басында бірнеше 600, жаңағы өзіңіз айтып отырғандай 600-ге тарта жаңағы құлпытастар болып, осының бәрін ақтарып оқып шықтық. Сол кездерде сұрақ қойып едім, архивте әлі оқылмай жатқан тарих, беті ашылмаған тарих бар ма? Немесе ол әлі оқылып жатыр ма? Немесе әлі кішкене оқуға рұқсат емес пе? Немесе сол мысалы ертең сіздерден кейінгі ұрпақ дейді ғой, сіздерден кейінгі ұрпақ сіздің мамандықты жалғамаса ол тоқтап қалуы мүмкін ба деген сияқты ғой. Сондай тәрбиеленіп жатқан студенттер бар ма? Осы шағатай тілінде төте жазуында оқиды. Мына тарих факультеттерінде арнайы курс болады. Мен білсем, мен енді өзім тарихшы емеспін ғой. Бір курс жаңағы нені оқиды. Осы жазудың әліппесін үйренеді. Ары қарай адамның өзіне байланысты алып кетуі, ол тәжірибемен келетін нәрсе бұл негізі. Оқи бересің, сөйтіп бірте тәжірибе жинала береді. Ешкім бірден жаңағы әліппені үйреніп алып, судыратып оқып кете алмайды. Себебі қолжазба ғой. Қолжазба әркімнің почеркісі әртүрлі. Енді жаңағы архивте құжаттар өте көп. Араб жазуындағы құжаттар өте көп. Оны біздің тарихшылардың көбі жаңағы араб жазуын оқи алмайтын болғасын, қасында орысша аудармасы тұрады, соны пайдаланып, түпнұсқасы оригинал қала береді. Оны ешкім көңіл аудармайды. Орысша копиясын да алмайды. Кезінде орыстар аударған ғой. Мына мысалы мен Орынбор архивінде болдым, Уфаның архивінде болдым, Астраханда болдым, Москвада болдым. Арабша құжаттың қасында міндетті түрде орысша аудармасы тұр. Кім аударған жазып тұр. Орыстар, татарлар, сауатты адамдар болған, барлығы аударған. Екі тілде жүрген құжат. Сөйтіп, ана араб жазуындағы жазбалар қазір ешкім оқи алмайтын болғаннан кейін, олар қала береді, тек қана орысшасы пайдаланады. Тіпті мына біздің Оралдың архивінде ондай құжаттар толып тұр. Біз мына 2021-2023 жылдары президенттің жарлығымен репрессия құрбандарын толық ақтау бойынша жұмыс жүрді. Сол кезде біз мына НКВД-ның архивіне бізге рұқсат берілді қарауға. Содан кейін облыстық архивтегі құпия құжаттарға да біз қолымыз жетіп қарадық. Сонда 20-30 жылдың арасындағы құжаттардың көпшілігі араб жазуында тұр. Оны оқитын адам санаулы. Ол оқылмай қалып жатыр. Оқылмай қалып жатыр. Оны енді бірақ қазір жастар бар, өсіп келе жатқан жастар бар. Жаңағы Жұмасұлтан Фаруқ, Казталовканың азаматы. Одан кейін мен білетін орынбасар Ахметқалиұлы деген жастар. Иә, жастар. Тасқаладан туып өскен, Түркияда оқып, магистратураны бітіріп келді. Енді ары қарай бакалавриатты бітіріп келді, магистратура оқымақшы. Өте мен қатты риза боламын. Талантына, табандылығына, біліміне өте жақсы өсіп келді. Ондай жастар бар. Қуануға болады екен. Мысалы Мұратбек аға, мысалы, осыдан бір 3 жыл бұрын ба, 4 жыл бұрын ба Қазбек ағаның Facebook парақшасынан көрдім да, Әлихан Бөкейхановтың әкесі Нұрмұхамед. Соны жалпы Қазбек ағамыз ұмытып қалып отыр ма, соны жаңа тауып алдым. Нұрмұхамедтің соны құлпытасын. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Тағы да бірдеңе жазылған түгел аудармасы бар да. Соны мысалы сіз өзіңіз ұмытып қалып отырсыз, біраз нелерді ақтардыңыз, бірге жүрдіңіз ғой осыдан. 10 жыл бұрын да, 11-12 жыл бұрын бірге ақтардыңыз. Сол кездерде есіңізде қалған басты танымал тұлғалар бар ма өзіңіздің батыс өңірге, немесе батырлар деген секілді? Сол табылғанда көп, табылмағанда әлде көп қой. Жаңа Ордада Жәңгір ханның қан зиратын түгелдей зерттеді дегенмен, құлпытас құлап жатса, оның биіктігі 15-20 сантиметр болады. Ал құм метр жағындай қазғанда төрт жағындағы жазуды
суретке түсіру үшін 4 жағын қазып, содан метр жарымдай қазылған жерлер бар. Метр жарым құм көміп жатқан жерде 15 сантиметр құлпытас қайдан көрінеді. Сонда әрбір жерде құлпытас тұрғанмен ол жерде бәрі тақалып тұрған. Ол кезде де қоршау болған бар, мал тапалмасын деп. Оның іші қоршау болғасын қымбат болады, жақындап жерлейді. Сонда әлі қаншамасы ол жерде белгісіз болып тұрады. Жаңа танымал еді, 4 ханның құлпытасы танымал болды. Жәңгір хан сол жердегі Жантөре хан жаңағы 1760-1809 жылдарда өмір сүрген кісі 49 жыл. Есім хан 1744-1797 жылдарда. Тастарында жазылған бәрін сол кезде. Жәңгір ханның құлпытасында Күллі мән алейха фән ва ябқа вәжху раббика зул желали вәл икрам. Дешті Қыпшақ ханы хан Әбілқайыр хан оғлы Нұралы ханның нәберасы хан Жиһангер Бөкей хан оғлының Нұрдиді перзендесі Дарул Фанадан Дарул Бақия рихлат елді. Қалу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. 42 жасында 1260 Мұхаммадияда 1845 Масихияда Нәжім Сүмбіленің 11 жиауымында рухына әл-фатиха дейді. Бұл кезде өте қиын болды бізге оқу. Анау жатталып қалды. Әрқайсысы жолын картошка суретке түсіріп, фотоға шығарып алып, ұйықтап кеткенше қарап жатып, сөйтіп оқыдық, сосын анау жатталып қалды. Сол бек жағында жылдам оқитын кездегілер ұмытылып қалады да, қиындықпен келген нәрсе ұмытылмайды. Алдыңғы бетінде солай. Жандарында хатым Аллахума фирли хатымда сол тозақ отынан сақтасын, жан жәннатта болсын деген дұғалар. Артында 42 жыл өмір сүріп, 22 жыл хан болды. Гаран хан, Гаран сұлтан, дәруіш дегенде сондай Шағатай есімі мағынасында. Жаңағы ортақ түрік халқына ортақ тілмен жазылған мәтіндер ол 4-ші жағында. Абысыда беріледі ғой. Біз енді далада бір келе жатқанда үлкен құлпытас жатыр екен. Өте Шқалиев Тыныштық деген ай болды, өте таныс Жаңғалада. Мынау кісі жай кісінің құлпытасы емес қой, мынау өте үлкен екен деп Жаңғаланың жеріндегі енді өте үлкен құлпытас екен. Соны қарасақ, Шығай хан деп айтқан, олар өздері Шығай хан деп жазыпты. Жәңгір хан мен Бөкей ханның ортасында 8 жыл хан болған адам. Сол кісінің 1816 жылы баласы Көшекқали правительдің несі екен. Құлпытас екен. 7 жүректің тілін білген дейді, 7 жыл оқығанда қалай оқиды десек, соны бір линиямен оқиды, жылдам оқиды, 7 жылда 7 жүректің тілін біліп келеді дейді. Сол кісілер өте сауатты. Ағылшын, француз, неміс тілдерінде бәрін меңгереді, парсы, араб тілдерін меңгереді деп. Сол кісінің құлпытасы 1866 жылы 50 жасында қайтыс болып кеткен екен. Өзіміздің ауылда Мұрат деген байдың Мұрат сайы деп, содан Мұрат сайы аталып кеткен. Сол құлпытасты оқи алмай көріп жүрдім. Басқа жерде құлпытастарды оқимын, осы неге оқи алмаймын деп. Сол күннің батып бара жатқан, қыстың күні батқан кезде құлпытастың алдыңғы негізгі бетіне дәл түседі екен көлеңкесіз. Жазда кішкене асып барып батады да, сол арқа жаққа асып барып батады да біздің жерімізде. Қыстың қаңтардың 5-10-дарындағы күннің батуы дәл құлпытастың алдыңғы бетіне. Әкем екеуміз жаңағы ұнтақтарын жуып тап-таза етіп қойдық, бәрі оқылмап еді. Күн батуға жарты сағат қалған, ғой енді оқылатын шығар бәлкім. Сонда оқи алмаймын ба, тағы бір уақыт байтайын деп жарты сағат қалғанда барып едім күн батуға. Соны енді Алланың бір жазмышы олар. Солай етіп оқылды. Ол да жерді қопарып егін егіп жатқанда Мәншүк Мәметова кең шығар. 15 шақ құлпытас құлап қалып, 13-тегі 15-тегі екі бала арбаға салып алып, оны 200 метрдей арбамен сүйреп апарып, Қалмақтың обасы, Сақ-Сарматтардың обасы дейді, жаңағы үлкен обаның басына кәдімгі мұсылманның құлпытасы қалай тұрады, дәл солай етіп, сол бағытта қойған ғой. Сөйтіп екеуі көміп қойыпты. 15-тегі бала, 13-тегі бала. Ол кісілер дейді 60-тан асып кеткен, 68 жылы. Сондай енді көптеген батыр би адамдардың кімнен екен? Сібір жыраудың құлпытасын
Қазбек аға екеуміз тайпақта оқып жүргенде Базар Шолан деген ауылда округтің жерінде Байчорик деген ауыл ма деймін нөмірлеп қойыпты. Сосын мен тақ сандарды Қазбек аға жұп сандарды оқып келе жатты. Алыста екі құлыптасты екен. 9-шы құлыптасты оқыдым да Қазбек аға мына 10-шы құлыптасты оқып кетейін ба? Мынау жұп сіздің нең ту алыстан келіп жүресіз бе? Күн 45 градус. Ана Жаңғыз ханның несінде де қай-қайсы қауымды жегіп дегенде де 45 градус ыстық болды қай-қайсында да. Арасында көлеңкеге демалып алғанбыз. Сол мынаны да оқып кетейін ба деп едім. Оқиға деп. Бұл жерде Сүгір жыраудың құлыптасын таба алмайсыздар. Жоқ, тек басқаларын оқып беріңіз деп айтты біздерге. Бір силикат тасқа бірінші нөмір деп салып қойыпты. Мына жер Сүгір жыраудың жатқан жері деп аталарың баяғыдан айтып кетті. Жаңағы ненің Жиенбет тананың нелері бар ғой бөлімдері. Жобалай, Женетек, Масай, Баймұрат, Нұрке, не деген Бабас, Тілеу дегендер. Соның Женетегі деп айтып еді, бірақ құлыптасында мен Жобалай деп оқыдым. 1908 жылы 73 жасында қайтыс болған деп жазылған екен. Алыстан тұрған екі құлыптастың бірі осы ең шет жағындағы. Ол кісі деген Хорезм, Ауғанстан жаққа кетіп қалған. Елеуға көшінде 1868 елді бастап шығып, одан кейін шетелге кетіп қалған деп айтылатын ғой. Бірақ өзінің ата бабасының қасына жетіп, сол жерге жерленген екен. Осы Қазбек ағаның оқитынын сіз оқып жатырсыз. Негізі Қазбек ағаның несінде кетті ол. 9-11-ге секіргім жоқ қой мен. 1, 3, 5, 7, 9. Алыста екі құлыптас, екі бөлік деген. Сол ана кісі 9-шы нөмір кім екеніне мән бермеппіз. Сонан ұмытып солай болды енді. Жаңа Қажекең айтып отыр ғой, ана Мұрат байдың құлыптасын қалай оқыған. Шынымен қызық негізі. Кейбір құлыптастар оқылмайды. Мен мына Әдем атаның басындағы бір қауымның сыртында жатқан бір құлыптас болып бөлек жатқан. Қанша барам оқи алмай жатырмын. Көрмейді. Өші бастаған. Соң бір күні барып қарасам, апанып болып көрінді. Сөйтіп оқып алдық. Ортаға түсіріп, анық тұрады. Ол енді бір мына күннің, жарықтың, көлеңкенің. Біз көбіне түске дейін таңертең барамыз. Таңертең қиын негізі. Анау құбыла жақтан жазылады ғой. Ана суретке түсіруде қиын, күн алдынан келеді. Негізі бір бұлтты күндері, жаңбырлы күндері, сондай бір кешке қарай, ана жалғыз бір анық шығатын кездері болады құлыптастың. Енді мына Әшірбек ағамен жүрген кезде ол кісіден бір үйренген нәрсеміз. Мына таста қандай информация бар, барынша, максимум дейді ғой, барынша алып қалуға тырысады ол кісі. Соны оқымай тұрмайды, қанша уақыты кетсе де, мүмкіндігінше оқып, жазып, түсіріп, жетіп алып кетеді. Қайтып оралмайтын ана жерге. Ол енді ана жазуға деген құрмет бір жағынан. Енді ол жазылған нәрсе оқу үшін жазылды ғой. Мына біздің қазақта жазба мәдениет жоқ дейміз, архив сақталмаған, құжат жоқ, тарихи. Бірден бір қалған құжаттар осы құлыптастар ғой. Мына сол заманда 200 жыл бұрын одан да ескі құлыптастар бар. Тікелей сол заманның куәгері, сол замандағы адамның қолынан шыққан жалғызша деген құжаттар, құлыптастар бар. Сондықтан енді біз бұны қорғау жөнінде қаншама мәселе көтердік, зерттеу жөнінде қаншама мәселе көтердік. Мына жаңағы айтқан Жантас бауырымыз өте ұйымдастыру жұмыстарына өте еңбегі көп ол кісінің. Ол әлі күнге дейін осы жұмысты қолға алып берді. Мен білсем осы қазір Ақжайық ауданының құлыптастары кітап болып шықпақшы, қазір жасалып жатыр. Анау Гүлмәру деген қарындасымыз аударып отыр. Мына Атамекен деген ауылда Жәнібек Бейсов деген өлкетанушы тұрады. Сол кісі құрастырып жасап жатыр. Енді ол Ақжайық ауданында құлыптас өте көп.
бір кітапқа сыймайды, 2 том болайын деп тұрған сияқты мен десем. Жалпы мына біздің облыста бірнеше мың, 7-8 мың араб жазуы құптас болу керек. Енді әлі зерттелмеген, оқылмай жатыр да. зерттелмеген оқымаған құптастар да көп. Енді сіздер туралы көп сұраныс сұрайтындар бар. Мені жаңағы Жақатов Мұратбек ағамен байланыстырғышы, мені жаңа Қазбек ағамен қалай сөйлессем болады, осындай менің ауылымда осындай құттас бар, соны оқытайын деп едім. Жалпы мүмкіндік бола ма сіздерде, уақыт бола ма? Сондай бір ел аралап, жер аралап сөйтіп барып келу. Көп сұрайды. Күн сайын хабарласады. Иә. Күн сайын. Фотосын жібереді. Бұл енді еңбек бағалану керек бұл. Сіз өзіңіз жұмыста сондай бір арнайы бір бағасы бар ма? Себебі елде біліп жүрсіңдер, себебі қаншамасын жылдан жылға оқыту керек етті, құлпытастарын тоздырып баратыр да, 10 жыл. Мен өзім араласатын мына өлкетанушы қыз жігіттер бар. Шежіресінде. Шежіре жазумен айналысады. Мен өзім де шежіреге қызығам. Өзім оның шежіресін жазып кетіп, былтыр кітап қылып шығардым. Мына бір бейресми келісіміміз бар өзіміздің. Мысалы, Дамир деген жігіт бар. Ол жігітке айтқанмын. Әшімектің құлпытасы болса, мен саған ақысыз болса тегін оқып беремін. 100-ден құлпытасты оқып бердім. Табын Әшімек. Ертең, бірақ кітабың шыққан кезде маған кітабын бересің деп. Мына Ресейде тұратын Азамат деген жігіт бар. Ол кісі кердері, көтермендердің шежіресін жинап жүр. Осында Гүлнафис деген қарындасымыз бар. Әлтеке Байбақтылардың шежіресін жинап жүрген. Тоқсаулардың шежіресін жинап жүрген азаматтар бар. Мұрат деген. Мына Ақбелілерді жинап жүрген азаматтар бар. Олардың барлығына да қолдан келгенше мен көмектесемін. Жаңа кейде ақысы төлейді, кейде былай көмектесеміз. Бірақ енді мен өз басым уақытым өте аз. Көбіне Алыстатып жүруге жас шығып келе жатыр. Жастарға жолдаймыз солар, телефон беріп солар хабарласып жатыр. Жаңағы жұмастықтан жақсы айналысып жүрген сияқты. Енді орынбасар көбіне орынбасардың ғылымы тереңдеу. Баланы метркемен, архив құжаттармен жақсы жүйелі жұмыс істеп жүр. Ол да өзінің руын жинақтап жүрген сияқты қазір. Ондай жігіттер бар болып тұр ғой. Бар, өлкетанушы жігіттер бар, қыздар жігіттер бар. Біз бейресми қарым-қатынастамыз. Енді уақытымызда таяп қалыпты. Көп рахмет. Себебі қазақта жақсы сөз бар. 7 атасын білмеген ол жетесіз, 7 ғасыр тарихын білмеген ел жетесіз дейді. Сондықтан да біз тарихымызды арнайы сол төте жазулар арқылы әлі ешкім кез келген адам оқи алмайтын тарихты сіз жеткізіп жүрсіздер. Ұрпақтан ұрпаққа Алланың разылығында болыңыздар. Ел аман, жұртымыз тыныш болсын. Бар болыңыздар.